Сәлем достар, сіздермен мен аяулым және бүгін Сан-Себастьян немесе испанский чизкейк деп аталатын чизкейкті жасайтын боламыз. Ең алдымен 600 грамм творожный сырға 160 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлеп араластырамыз. Одан кейін үстіне 30 грамм жүгері крахмалын қосып, тағы да миксерлейміз. Енді оған 2 ас қасық сығылған лимон шырынын қосамыз. 4 жұмыртқаны бөлек ыдысқа осылай шанышқының көмегімен біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз да, оны бірнеше бөлікке бөліп, жаңағы массамызға құйып миксерлейміз. Үстіне тағы да бірнеше бөліктерге бөліп, сливкимізді құйып миксерлейміз. Сливки 33-35% аралығында болу керек, бұл менде 33%-ық сливки. Жиырма сантиметрлік формаға немесе сақинаға осылай пергамент төсеп аламыз да, массамызды құямыз және де 220 градуста қыздырылған пеште 1 сағат пісіреміз. Міне 1 сағаттан кейін осындай болып шығады. Оны бөлме температурасында 4-5 сағаттай суытамыз. Одан кейін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз және де тоңазытқыштан шығарғанша формадан шығаруға болмайды. Тоңазытқышта 1-2 сағат тұрғаннан кейін формадан шығара беруге болады. Міне осындай дәмі тіл үйіретін чизкейк болады. Сіздерге бұны міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Себебі бұл чизкейкке сіздер бірден ғашық боласыздар. Сіздермен болған аяулым, келесі видеода кездескенше.